Qымбатты қонақтар, ең алдымен бесігіміздің ақ жолын киелі адыраспан шөбімен бесігімізді аластап алайын. Алас, 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 пәледен қалас, соқтының сөзінен алас, жаманның көзінен алас. Алас, 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 қазақтың аластау рәсіміне жақсылап бір қол соғып қойсаңыздар ағайын. Қымбатты қонақтар, бесікке бөлу рәсімінде аластау рәсімі бар. Керпе рәсімі бар, және тұштырма рәсімі бар. Олай болса, ең алдымен бесігіміздің жабдықтарын айтып өтсем. Бесігіміздің жабдықтарына мінекейіңіз құс төсегі бар, құс көрпешесі бар, және жастығы бар. Жөргегі бар, мына жерде шүмегі болады. Бүгін енді біз қуыршақты білеміз, баламыз жылап жабырқап қалмас үшін қуыршақты алды. Және міне көрпешелері, жастықшасы бар, және бесіктің екі тартпасы болады. Олай болса, кірісейік. Болсын деп, бас жастықша салайын, басыңа жұмсақ болсын деп, екі бел жастанша бел көрпеңді салайын, сымбатты сұлу өссін деп, тартпа бауды тартайын, сымға тартқан сүйректей дерең сұлу болсын деп, жабуыңды жабайын, жел суық тимей қалсын деп. Ал енді ортаға қос әжесін тұштырма рәсімін өткізуге шақырайын. Жақындарыңыздар.